Сәлем, құрметті достар. Бүгін бізде 3-ші сабақ. Егер сіз менімен бірге қазір 3-ші сабақты өтейін деп отырсаңыз, онда сіз жақсы жетістіктерге жеттіңіз деп есептеймін. 1-ші, 2-ші сабақтарда үйренген нәтижелеріңізді бүгін ары қарай жалғастырып толықтырамыз деген ниетпенен бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін біз сіздермен бірге көкірек резонаторы мен бас резонаторын жұмыс жасатып үйренеміз. Дауысымыздың икемді әрі жұмсақ болуын қамтамасыз ететін жаттығулармен айналысатын боламыз. Олай болса, жаттығуды жасап көрейік. Біз бұл жаттығуды жасаған кезде ма дыбысыменен тербеліп, яғни глиссанды да орындаймыз. Сіздерге ол 2-ші сабақтан таныс. Осылай орындап көрейік. Әткеншекте отырғандай өзіңізді сезініңіз. Бұл жаттығуды орындаған кезде біз тербелісті дауысымызда жақсы сезінуіміз керек. Бұл жерде біздің бүгінгі үйренетін нәрсеміз, құрметті достар, бас резонаторы менен көкірек резонаторының жұмыс жасауын түсінуіміз қажет. Давайте біз сіздермен бірге мынау төменгі нотадан бастап орындайық осы жаттығуда, және көкіректе кішкене дірілдің пайда болғанын сезініп орындайық. Мінекей, тағы да көрейік. Бұл жерде көкіректің дірілін байқап орындаймыз. Міне. Тағы да көрейік. Жайлап көтерілеміз. Дыбыстарды біз терция интервалымен орындап жатырмыз. Тағы да жартын. Достар, бұл жаттығуды орындаған кезде байқаңыздар, міне көкірек резонаторын қалай жұмыс жасауды осылай түсінеміз. Мысалға, былай айтып көретін болсақ, көкірек резонаторын қосып жатқан жоқпыз, салмақ бұл жерде тамаққа түсіп жатыр. Осы екеуінің айырмашылығын байқап орындаймыз. Дауыстар жоғарылаған сайын жайлап бас резонаторына ауысады, жоғарылаған сайын осы жаттығулар арқылы біз жақсылап түсініп аламыз. Әнді орындаған кезде көкірек резонаторы менен бас резонаторын әрдайым қолданып үйренеміз. Дыбыстар басқа қарай жоғарылап барады. Өздеріңізге байқауда, иә? Менімен бірге төмендейміз. Достар, бұл жаттығуларды орындаған кезде дыбысымыз толық, көлемді, ауқымды болып естілу керек.
яғни бұл жерде дыбысты орындап жатырмыз буында. Кешіріңіздер. Жаттығуды орындағанда бірінші, екінші сабақта үйренгеніміздей тыныс алу жаттығуларын қолданамыз. Сіздерге қалай орындау керектігін сіздерге арасында айтып жатырмын. Сіздер оны дәптерлеріңізге жазып алып машықтаңыздар. Егер сіз дәптеріңізге жазбайтын болсаңыз, оны бірнеше рет оқып қайталап отырмайтын болсаңыз, сізде нәтиже шығуы қиын болады. Ал мен әрдайым өзімнің оқушылармен жұмыс жасап отырғаннан кейін мен олардың қателіктерін де көремін, өзімнің де даусымның қателіктерін естіп, мен оны түзетуменен жақсы жұмыс жасай аламын. Сондықтан сіздерге де дұрыс жақсы нәтиже алу үшін, өздеріңіздің әдемі дауыстарыңызға жетістіктерге жету үшін осындай мен айтып жатқан өзгертулерді, мен айтып жатқан ескертпелерді, мен айтып жатқан комментарийларды дәптерлеріңізге жазып алып отырыңыздар. Құрметті достар, енді келесі жаттығуды жасағанда біз дыбыстың көлемін, ауқымдылығын одан да арттыра түсеміз. Мұнда да глиссандомен орындаймыз. Ли дыбысыменен орындап көрейік. Мұнда ли дыбысын орындағанда өзіңіздің тыныс алуыңызды жақсылап тіреп орындаймыз. Сізге ли дыбысы қиын болса, өзіңіздің тынысыңызды дұрыстап алып, тағы да көріңіз. Біреулерде лидан басқа, и дыбысынан басқа, у дыбысы немесе ашық дыбыстар, а дыбысы оңай болуы мүмкін. Әркімде әрқалай ю, о, у әртүрлі дыбыстарменен айта беруге болады. Біз қазір осы ли дыбысыменен орындап көрейік. Гортанымызды төмен жақта қалдырамыз. Бірнеше рет жасай бергеннен кейін сізге де қиындығы болмайды. Үйреншікті әдетке айналады. Бірнеше рет жасағаннан кейін сізге де қиындығы болмайды. Үйреншікті әдетке айналады.
дыбыстарды жоғарылаған сайын төбеге жібереміз. Енді қайтайық. Әртүрлі интервалда орындап жатырмыз. Байқасаңыз, дыбыс жабысқанды болып барады. Төмендеп барады, кеуде резонаторына. Еркін, толыққанды көлемді орындаймыз. Бұл жаттығуда достар, біз өзіміздің резонаторларымызды тауып үйренеміз. Қайда біздің резонаторларымыз? Бастың резонаторы деген не? Көкіректің кеуде резонаторы дегеніміз не? Осының бәрін дұрыс түсініп орындап көреміз. Міне жоғары ноталарды айтқан кезде резонаторларды қолданған кезде біздің дауысымыз толыққанды, көлемді және не дедім? Толыққанды көлемді не еді жаңа? Жұмсақ, толыққанды көлемді звучит деген не дейді? Толыққанды көлемді және жұмсақ, құлаққа жағымды болып естілетін болу керек. Міне, байқап көріңіздер. Дауысымыз біздің звучать ету керек. Звучать деген не дейді? Дауысымыз біздің жағымды естілу керек. Жақсы естіліп тұру қажет па? Дауысымыз біздің жағымды, жақсы естілу қажет. Қайта-қайта орындап, өзімізді естіп, өзіміздің организмімізді, өзіміздің дыбыс резонаторларымызды дұрыс жұмыс жасатып, әбден машықтанып үйренеміз. Ал енді құрметті достар, олай болса, сіздерді осыны жаттығуларды, менің айтқандарымды қайта-қайта тыңдап, дәптеріңізге жазып, менің тапсырмаларымды дұрыс орындап жүреді деген ниеттемін. Ары қарай енді жаттығуымызды жалғастырайық. Келесі жаттығуды орындау үшін, құрметті достар, біз енді осы интервалдарды томдық интервалдармен орындаймыз. Келесі жаттығуды 4 биіктікке көтерілеміз. А дыбысыменен орындаймыз. Бұл дыбыспенен
менен орындаған кезде біз бұл жерде не істеуіміз қажет? Бұл жерде дыбыстардың биіктіктері өз орнында, яғни басқа биіктікпенен араласпай, өз биіктігінде орындалу қажет. Міне. Енді осы дыбысты орындау үшін біз алдына бір әріп қойсақ болады. Ла деп айтып көрейік. Ла, 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 ла. Қанекей бірге. Ла, 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 ла. Екеуін араластырып көрейік. Ла, 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 ла. Қайтамыз. Ла, 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 ла. Қанекей өзіміз жасап көрейік. Осы жаттығуларды жақсылап меңгеріп алыңыз. Біз сіздерменен бірге енді келесі 4-ші сабақта жолығатын боламыз. Оған дейін егер түсінбеген жерлеріңіз болса, бізге комментарийге жазыңыз. Комментарийден сіздердің барлық сұрақтарыңызға қарайтын боламын. Қай жерлерде сізге қиын болып жатыр, қандай сіздің алдыңызда проблемалар шығып жатыр, біз сіздердің жаңағы қиындықтарыңызды анализ жасап отырып, сіздерге жауап беретін боламыз. Қарап шығып, сіздің қиындықтарыңыз туралы тағы да видеолар түсіретін боламыз. Сондықтан бізбен байланыста болыңыздар, өзіңізге комментарий жазып, өзіңіздің жаңағы мынау менің айтқан тапсырмаларымды нақты дұрыс орындап, жақсы жұмыс орындап, жақсы жетістіктерге, нәтижелерге еңбектеніп отырып жетіңіз. Онда біз сізбенен келесі сабақта жолығамыз. Сау саламатта болыңыз.